Бөлмені босатқаннан кейінгі ең алғашқы жұмысым қабырғаны обойлап, төбені эмульсиямен бояп қойған болатынмын. Бірақ жиһаз келгеннен кейін төбенің қисықтығы байқалып, аяқ астынан гипсокартонды алып тастап, натяжной потолок орнаттық. Жапсырылған обойымыз дұрыс болмай, ар жағынан қабырғаның қисықтығы көрініп қалды. Сондықтан обойларды қайтадан алып тастап, басқа обой жапсырдық. Өзімше шпаклевка дайындап, қабырғаның қисық жерлерін тегістеп қойдым. Барлығы кепкеннен кейін жаңа обой жапсырдым. Жолдасымыз екеуміз галтылды орнатып, біраз реттеліп қалдық. Енді төбедегі шторлетін карнизді дұрыстап орналастырып, төсектің бас жағына светильник орнататын боламыз. Туалетный столиктің айнасына заказ беріп қойдық. Ол жайында келесі видеода айтатын боламын. Бұдан басқа да бөлмелерге жасаған ремонттарымды, лайфхактарымды көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп жазыла кетіңіздер.